Енді кеше үйіне бардым, үйінде де бір үй салып жатыр. Зарплатаға үй сала ала ма? Сол сіздің жылқышыңыз ғой, ақшасы көп шығар, сіз ақша беретін шығарсыз, соған салады. Жоқ, ол айлығын алып отыр. Иә, сол айлыққа салған шығар енді. 150 мыңға кім үй салады? Айлығын көбейтсеңізші онда. Не деп көбейтем? Менің жылқыларымды жымқырып, үй салып алды деп тұрсыз ба? Шымқырып үй салып алып, балаларын бәрін үйлендірдім. Бәрін тойын жасадым. Балалардың барлығы семьялы болып, жұмысқа кіріп сөйтіп кетті ма? Бәрі. Даже Бала шағалардың өзі баға ма балалары? қазір ма? Иә. Бағып отыр. Енді қараңызшы, мен мынандай сұрақ туындайды. Енді 5 баласы есейіп, ер жетіп, әкесіне бір үй салып бере алмай ма? Жоқ. Неге? Ол зарплаттарын білем ғой. Мен үй салу ойнайсың, мен өзім строительный. Жоқ, қалай зарплаттарын білесіз сіз? Неге Қайдан білесіз? Ол конфиденциальный информация ғой зарплата деген. Потому что біздерде бизнесмендер... Мысалы, Тайбек деген жігіттің зарплатасы қанша? Қай? Тайбек 400 мың алады, 420 мың алып жүрді ма былтыр? енді 420 мың теңге. Иә. Аз ақша ма? Зарплатаға үй салат деген адам жоқ. Бірақ енді несие алған шығар. Білмейсіз ғой, енді қараңызшы. Кредиті жоқ, бәрін де тексердім ғой мен. Қалай тексересіз кредитші? Ол конфиденциальный информация ғой. Жоқ, ол деген... Жоқ, ладно, оны вопрос етеді. Бізге қатысып береміз. Сіз айтып тұрсыз, несиесін тексердім деп. Сіз жеке дербес ақпаратына қол сұқтыңыз ба сонда? Кім? Руслан, мен айтайын да, действительно, бұл менің ақадал малым ғой. Малшының маласының әкем қызыл малшы болған. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмеген істің бәрі осы деп Қазақстанымызда осы көп болсын ақтауыстырған ақиқатты жеміс жатып той басын қазір Сабырғанның атынан, өзінің отбасының атынан ағамызға 10 жылға атап отырмын. Соның 5-еуі дайын тұр, 5-еуін ақшалай, 5-еуін былай береміз деп отырмыз. Қазақ елі менің бір ауыз сөзімді қиып алып, бүкіл Қазақстанда өрт көп қосын деген әңгіме болған жоқ. Артықшылығын болса кешірім сұраймыз. Қазақ айтып, халық айтпайды, халық айтпайды дейді. Халықтан асып ешқайда бармаймыз. Қолдайық бір-бірімізді. Осындай ағаларға көмек беремін дейтін кісілер болса, тағы да ағаға хабарласып көмектесейік. Қазақты жамандама, қазақ бала. Қазақ дейтін халық қой азат қана. Қазақтың мәртебесін көтеретін басқа ұлт емес, тек қана қазақ қана. Сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ жоқ. Осы баланың тойы негізі. Сондықтан еліміз тыныш, жұртымыз аман. Елімізде өрт болмасын, су тасқыны болмасын, бір-бірімізді қолдайық. Амандықта қолымыз ұстап